Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Жалпы видеоларым сіздерге пайдалы болып жатыр деген ойдамын. Егер солай болып жатқан болса, осы видеоға лайк басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ал мен сіздерге бүгін жалпы оразаны бұзбайтын 12 әрекет туралы айтып бермекшімін. Ең біріншісі ол ұмытып ішіп жеу. Яғни сіз өзіңіз оразасыз, бірақ күндіз қандай да бір тағамды ұмытып ішіп жеп қойсаңыз, онда оразаңыз бұзылмайды. Бірақ сіз есіңізге ораза екеніңіз түскен сәтте бірден оны ішуді тоқтатуыңыз керек, және оразаңызды ары қарай жалғастыра бересіз. Ол енді Алла тағаланың өзі ұмыттырды деп саналады. Ал екінші оразаны бұзбайтын дүние ол ауызға келіп қалған қақырықты жұту, ол да оразаны бұзбайды. Үшіншісі тура сол секілді түкірік жұту, немесе сілекей жұту, одан кейін ар жақтан келіп қалған мұрын тартқан кезде болады ғой, бір сондай дүниелерді жұтуда ол іштегі дүние саналады, және ол қоректік зат болмағандықтан оны олай істеуде оразаны бұзбайды. Одан кейінгі төртінші дүние ол құлаққа кірген су болсын, немесе бір бұлық, ол да оразаны бұзбайды. Одан кейінгі бесінші оразаны бұзбайтын дүние бұл темекінің түтіні, немесе шаң тозаң бір иіскеп қоясыз, немесе жұтып қоясыз ғой. Міне ол нәрселерде оразаны бұзбайды. Яғни сіз одан ораза бұзылып кетеді деп күмәнданбасаңыз болады. Одан кейінгі алтыншы дүние, егер сіздің тісіңіздің арасында бір кішкентай тамақ қалдығы қалып қойып, сіз оны байқамай жұтып қойсаңыз, ол да оразаны бұзбайды. Сол үлкен нәрсе болмауы керек. Ал одан кейінгі оразаны бұзбайтын дүние бұл қан алдыру, сүлік салдыру. Яғни қан алдырсаңыз да, немесе қан берсеңіз де, жалпы ол кездері оразаңыз бұзылмайды. Сегізінші оразаны бұзбайтын дүние ол көзге дәрі тамызу. Егер сіздің көзіңіз ауыратын болса, тұрақты дәрі тамызуыңыз қажет болса, аузыңыз берік кезде де тамыза беруге болады. Одан кейінгі тоғызыншы дүние бұл мисуак пайдалану, немесе тіс пастасын пайдалануды оразаны бұзбайды. Бірақ тіс пастасын пайдаланған кезде байқап пайдалану керек, ішке кетіп қалмауын қадағалау керек. Ең абзалы өзіңіз күмәнданбас үшін әрине таң намазы кірмей тұрып тісіңізді жуып алғаныңыз абзал. Одан кейінгі дүние тіс жұлдыру. Тіс жұлдыру да оразаны бұзбайды. Яғни сіз бастысы жаңағы егер қанаған болса, басқа болса, ары қарай кетіп қалмауын қадағаласаңыз болғаны. Ал одан кейінгі 11-ші әрекет бұл, яғни сіз суға шомылсаңыз, немесе көлге, өзенге түссеңіз, ол да оразаны бұзбайды. Бастысы жаңағындай сақ болу керек. Яғни сіздің ішіңізге су кетіп қалмауын абайлау керек, су жұтып қоймауды байқау керек деген секілді. Тағы бір соңғы айтатын әрекетім, ол ауыз бен мұрынды шаюға болады. Бірақ әдеттегідей ары қарай кетіп қалмауын қадағалау керек. Мысалы, бұрындар күн ыстық кездері, қатты адам шөлдеген кезде аузын шайып кішкене салқындауына болады. Немесе біз намазда әр дәрет алған сайын ауыз бен мұрынды шаямыз ғой. Сол кездерде бастысы ары қарай су кетіп қалмауын қадағалау керек. Міне бар болғаны осы. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Егер солай болып жатса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып қойыңыздар. Ал қандай да бір сұрақ туындап жатса, осы видеоның астына комментарийде жазыңыздар. Төмендегі инстаграмыма жазылып қойыңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.